Қыздар сәлем. Каналға қош келдіңіздер. Қыздар, ресторандағыдай шашыраңғы болып пісетін күріштің рецептімен бөліскенді жөн көрдім. Мінекей өте тамаша. Негізінен күріш, өлшегенді жақсы көреді. Күрішті міндетті түрде өлшеңіздер. Мінекей бір кесе күрішке мынандай, содан кейін тұз керек, май керек, 1,5 кесе су, немесе 1 кесе су. Одан кейін куркума. Сарғыш болсын десеңіз куркума қосыңыз, жоқ, ақ болсын десеңіз қоспай ақ қойыңыз. Ең алдымен күрішті жақсылап тұрып жуамыз. Жуған кезде қыздар қасықпен ғана осылай нәзік қана араластырамыз. Оны қолмен мұжудың немесе бір-біріне үйкелеудің қажеті жоқ. Әбден суы топ-тұнық мөп-мөлдір болғанға дейін жуамыз. Мінекей 4-5 ретке дейін барады жуғаныңыз. Салқын сумен жуамыз қыздар. Мінекей мөп-мөлдір болғанға дейін жудық. Енді бұны мынандай сеткаға салып, сорғытып, тіпті кептіріп қойып қоямыз қыздар. Әбден суының бәрі сорғысын, кетсін. Сәл-пәл тұрғаннан кейін күрішім кепті-ау деген кезде табаны қалың ыдысқа майды құйып, май әбден қызған кезде мұна күрішімізді саламыз. Саламыздағы шамамен 1,5-2 минуттай қуырамыз оны. Араластырып отырып қуыратын боламыз. Қуырылған кезде өзінің дыбысы шығады. Міне мынандай болып. Өзінен өзі шашыраңқы болады. Күріш қуырылған кезде мынандай қуырылған дыбыс шығады. Шемішкен қуырылған кезде қандай дыбыс шығады? Тура сондай болып дыбысы шығады. Естіліп тұр ғой сіздерге? Және шашыраңқы болды. Міне одан кейін барып, егер ыстық су құйсаңыздар, 1 кеседен артық құйыңыздар, суық су құйсаңыздар, 1 кесе су жарап тұр, қыздар. Одан кейін тұзын саламыз. Тұзын салып, қақпағын жаппаймыз. Суы тартылғанға дейін қақпағы ашық күйінде 1-1,5 минут осылай қайнатамыз. Қақпағы ашық күйінде, қыздар. Одан кейін күрішіміз міне мынандай кішкене не болады ғой? Қоюлау болады ғой. Әлі су тартылған жоқ, мінекей. Араластырып отырмыз. Міне мынандай қоюлау болған кезде күрішіміз. Енді бұның бетін жауып, газды өте ақырынға қоямыз, қыздар. Өте ақырынға қоямыз. Одан кейін газды өшіріп, 20 минуттан кейін, 15 минуттан кейін газды өшіріп, қақпағын жауып әлі де тұрады. Ашпаймыз қақпағын. Сол кезде мынандай болып, мінекей шашыраңқы болып, өте әдемі күрішіміз дайын болады. Қыздар, күрішіміз әппақ болсын десеңіздер, су құйған кезде шамамен бір қасықтай лимонның соғын сығып жіберіңіздер. Кішкентай қасықпен 1 қасықтай. Әйтпесе керек емес. Одан кейін оны мынандай кесеге саламыз. Кесеге жабысып қаладау деген кішкене қорқынышыңыз болса, кесенің ішін сәл-пәл сулап жіберіңіз. Дымқылдап жіберіңіз кесенің ішін. Содан кейін өстіп нығыздап тұрып саламыз күрішімізді. Одан кейін осылай ыдысқа төңкереміз. Әп-әдемі болып шыға келеді. Қыздар, арнаға жазылып кішкентай ғана қоңыраушаны баса кетіңіздер. Жақсы ма? Мінекей осындай күріштің құпиясы, осындай ғана. Түкті оқу жоқ, түкті қиындығы жоқ, қыздар. Міне енді подлив дайындайық бетіне. Подлив дайындау үшін не бар, 10 минуттың ішінде дайындалып шығады. Мынау тауықтың төс еті. Бір тауықтың төс еті. Бұны мен осындай жапырақ етіп турадым. Одан кейін бұған 4 бүріштетіп пиязымды турап қойдым. Оған томат, куркума, қарабұрыш, хмели, сунели салып қойдым үстіне. Тұз, одан кейін сельдерей мен кинза. Ал мынау морозильникте тұрған балғар бұрышы. Соны алып шықтым. Енді қызып тұрған майдың үстіне мен жаңағы тауықтың брюдинкасы, көсетін, қалап туралған көсетін салдым. Қатты қызып тұрған майдың үстіне, қыздар. Салдымдағы оның мына суы тартылды ғой. Мынандай қуырыла бастаған дәмі несі шыққан кезде, дауысы шыққан кезде, оның үстіне үйде
ұнтақталған қызылбұрыш жоқ болғандықтан кепкен қызылбұрыштан 1-2 түйірді салып жібердім. Ашты болғанын жақсы көремін өзім. Одан кейін мынау соевый соустан 1-1,5 қасық үлкен қасықпен құйып жібердім, қыздар. Содан кейін оны қыздар соевый соус көп қуырмаймыз. Әншейін араластыруға ғана. Мінекей соевый соусымыз құйып, араластырып жібергеннен кейін енді жаңағы пиязымызды бүкіл дәмдеуіштермен бірге салып жібердім, қыздар. Міне енді бұны кішкене ғана қуырамыз, 1-2 минуттай ғана. Одан кейін оның үстіне мына жаңағы морозильникте тұрған өзімнің немді салып жібердім. Болгар бұрышын. Міне осы кезде сәл-пәл 4-5 қасық үлкен қасықпен су құйып жіберсеңіздер болады. Мен су құйған жоқпын, өйткені менікі морозильникте тұр, сондықтан құйған жоқпын. Міндетті түрде құйыңыздар, қыздар. Сонда соусымен, согымен бірге шығады кішкене. Міне, енді тағы да 1-1,5 минуттай қақпағын жауып қойып қоямыз. Болгар бұрышы жұмсару керек қой кішкене. Сол үшін де қақпағын жауып қойып қоямыз. Газдың астын баспаймыз. Мінекей мынандай болған кезде біздің болгар бұрышы жұмсарып, кішкене нете бастаған кезде, пісе бастаған кезде аламыздағы жаңағы сельдерейіміз бен кинзамызды салып жібердік. Бұл нәрсені қуырмаймыз, сельдерей мен кинзаны, қыздар. Иісі де, дәмі де керемет тамаша болып шығады, қыздар. Керемет тамаша. Қоспайым десеңіздер өздеріңіз біліңіздер, бірақ. Мен қосқанды жөн көрдім. Жақсы көрем. Мінекей, енді бұның бетін жауып, газдың астын басып, бұқтырып, тағы да 1-2 минуттан қойып қоятын боламын. 1-2 минуттан кейін, қыздар, менің подливым дайын. Керемет дәмді әдемі күрішіме мына подлив өте жақсы келді, қыздар. Көрдіңіздер ме, менікі кішкене құрғақтау болып кетті. Ал сіздер су құйыңыздар міндетті түрде. 4-5 қасық. Қыздар, не бары 1 кесе күрішпен тауықтың 1 грудинкасынан 4-5 адамға обед дайын. Не бары жарты сағаттың ішінде. Қыздар, арнаға жазылып, кішкентай ғана қоңыраушаны баса кетіңіздер. Мынау азиаттардың тамағына келеді. Жаңа қызыл бұрыш қосқан болатынмын. Ашты бұрышы, ол өзім жақсы көреді, біздің үйдегілер жақсы көреді осылай. Ашты азиаттарша тамақты. Дүнгендердің әлгі неге келіп кетті, әлгі тайскиға немесе ганфанға келіп кетті. Бірақ тауықтың төс етінен өте тез дайындалды, қыздар. Қыздар, астарыңыз дәмді болсын. Сіздерге әйел бақытын, ана бақытын, жалпы бақыт тілеймін. Аман сау болыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Пока.